Достар, видео басталмастан бұрын менің парақшама тіркеле кетіңдер. Бұл жерде тек дизайнға арналған, яғни превьюға арналған заттар бар ішінде. Таба аласыңдар. Так, осыдан тіркеліп кетіңдер. Короче, ал біз видеомызға кеттік. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Семсірхан арнасам. Достар, бүгінгі видеода мен қалай превью жасайды деген рубрика, яғни превью жасауды үйрететін боламын. Достар, ең алдымен бізге бірінші фон керек. Міндетті түрде бәрімізге фон керек. Екіншіден бізге фонымызға бір Майнкрафт деген жазу бар. Ол жазу жалпы мен ютуберлерден байқағам. Короче, әдемілік үшін керек. Оны былай қазір қойып кеттім. Ешім сұрайым қазір. Все, міне достар. Ошын қазір мынандай үлкен қылып қоямыз. Осындай фонымызға болды, осылай тұрады. Енді достар, бізге эффектісін өзгерту керек. Так, міне эффекті. Басамыз достар, размытие дегенге қоямыз. Болды. Бізге осындай прозрачнее болып көрініп тұрады. Келесіден бізге достар эффекті қосу керек. Эффекті бұл жалпы бұның барлығы мен ВК группа, яғни ВК парақшамда бар, ВК группамда бар. Ссылкасы описанияда, соған жазылыпты, келіп кетіңіздер. Осындай превьюларды постоянно көріп отырсыздар. Күн сайын салып отырамын. Міне достар, осындай фонымызға қойып қоямыз. Бұны жаңағыдай обрезать етіп қойып қоюға да болады. Әркімнің қалауы, мен осылай қоя салған жөн, яғни оңай әрі уақытты үнемдейді дегендей. Келесіде достар, біз имиджімізді қоямыз. Бұл имидж мінекей, имиджді достар, әркімнің өз имиджі болатын шығар, оны істеп үйретпей қояйын. Егер керек болса, ВК группама кіріңдер, имиджді сливать етіп отырамын. Келесіде достар, бізге шрифт керек, мінекей шрифттер керек. Бұл шрифт жасау үшін достар Pixel Lab деген программа керек. Оған кейін бөлек видео түсіремін. Егер білетін болсаңыздар, оны өздеріңізді білетін шығарсыздар. Осындай шрифтті көшіріп аласыз, және Pixel Lab деген программада көшіріп аласыз. Мінекей біз осындайға біртіндеп қоямыз. Так, үшінші жазу қайда? Мынаны бүйтіп үлкейтіп қояйық. Одан кейін мынаны осылай арасын чуть-чуть ашып қоямыз, жапсытырмай. Міне болды. Достар, тақташке тағы да жасайды деген сөз қалып кетті. Сол сөзді де қоямыз. Және обрезать етіп аламыз. Қасындағы нелер жақындатып, атока прозрачнее болып қалады да, ыңғайсыз болып қалады. Міне қалай превью жасайды. Достар, біздің превьюіміз дайын.